Сәлем достар, бүгін біз қозы құйрықпен картошка қуыратын боламыз. Ол үшін бізге 2,5 килограммдай, мына жерде бізде 2,5 килограмм қозы құйрық бар. Оны тазалап 2-3 мәрте жуып аламыз. Жуып алғаннан кейін оны суға салып 25-30 минуттай қайнатамыз. Тұз ештеңке қоспай қайнатып аламыз. Ол қайнап жатқан кезде картошкамызды, пиязымызды турап бөлек-бөлек ыдысқа салып қоямыз. Пиязды да картошканы өз қалауыңызша қоссаңыз болады. Пиязды көбірек турап қоссаңыз дәмді шығады. Картошканы мен өзім бөлек қазанға қуырып алдым. Толық пісірген жоқпын. Сармайға қуырсаңыздар да болады. Ал бірге қозы құйрықпен бірге қуырып жіберсеңіздер картошка езіліп кетеді, сондықтан оны бөлек ыдысқа қуырып қоямыз. Толық піспегенше. Сосын бағана қайнаған қозы құйрығымызды сүзіп аламыз. 25-30 минуттан кейін бөлек ыдысқа картошкамызды қуырып, су ештеңке қоспай, тұзымызды, бұрышымызды қосып қуырып қоямыз. Қозы құйрықты сүзіп алғаннан кейін тағы тазалаймыз, себебі қозы құйрық әртүрлі лас болуы мүмкін, көрінбей тұруы мүмкін бізге, сондықтан тазалап отырып, майдалап оны тураймыз. Турағаннан кейін оны бөлек ыдыста май құйып қуырып аламыз. Қызарғанша көбірек қуырамыз. Қызартып тұрып қуырсақ дәмді шығады. Үстіне пиязын қосып тағы да қуырамыз. Негізі астын жай қойып ұзақ уақыт қуырған жақсы. Бөлек ыдыстағы картошканы салып, тұз, бұрышыңызды өзіңіз қалауыңызша қосып, тағы бұқтырамыз. Суды өте аз құясыз, көп қоспаңыз, көп құймаңыз. Асығыс болмасаңыз, өзі суына піскені жақсы. Ас болсын.